Сонау 17 жасымда мектеп бітірген шағым. Өзім әке-шешемнің еркелеп өскен жалғыз қызымын. Сонан болар олар менің ешқашан бетімнен қаққан емес. Өмірімде өзім қалаған таңдауым болса, соның бәрін жасады. Мен сонда мектеп бітіргеннен ешқандай оқусыз-ақ жұмысқа тұрдым. Жалпы әке, шешем ауқатты жерден шыққандар. Бір қоңыраумен бір мекеменің бастығының оң қолы болып шыға келдім. Өйткені ақша жағынан ешқандай проблема жоқ болатын. Алаңсыз едім. Ал енді өзім жайлы айтсам, түр-тұрпатым келбетті көп еркектердің көзіне түсетіндей. Дене бітімім жігіттердің ойын бұзатындай қызбын. Көп деген жігіттер артымнан жүгірді, бірақ бәрінің беттерін қайтарып бас тарттым. Сонда менің өзіме өзім сенімді болғаным сонша, анау-мынау жігіттерді менсінбейтін мінезім де бар еді. Сөйтіп жүріп бір үйдің жалғыз қызы болсам да, бірге тұрмай бөлек тұрып жаттым. Ал жұмысқа орналасуым жай ғана тәжірибе жинасам деген ойым болды. Сондағы жұмыста соңымнан қалмай жүрген бір жігіт бар еді. Жасы менен 3 жасқа үлкен. Қипақтап келіп ананы мынаны айтып отыратын. Оның да кеудесінен қарамай қойдым. Сөйтіп жүргенде арадан 6 айдай уақыт өтті. Бұл жігіт қыр соңымнан қалмады. Бір күні бірге жұмыс істейтін құрбым хабарласып, қалаға сыртында қыздармен отырайық деген ұсыныс айтты. Құрбым болған соң не дейін, мақұл деп келісе кеттім. Ол қала сыртында орналасқан дача еді. Көлігімді тастап таксимен бардым. Сөйтсем басқа қыздар келмеген, күте тұрайын деп түсіп қалдым. Сонда қарасам әлгі үйдің есігі ашық екен, жарығы қосулы тұрғанға ішіне кірдім. Сол кезде үйдің ауласына келген көліктің даусын естіп, негізі құрбыларымен бұл үйде бұрында отырғанбыз, демалыстарда келетінбіз. Мына келгенде үй ішіне бірге жұмыс істейтін әлгі соңымнан қалмай жүрген жігіт кірді. Сен неғып жүрсің? Сені кім шақырды деп дүңк еткіздім. Ол болса тұрып суытып бір қарады, бірақ үндемеді. Оның мұнысы маған бір түрлі көрініп, қорқа бастадым. Ендеше мен кеттім, сен өзің отыра бер деп шыға бергенімде, бұл менің кеудемнен итеріп диванға отырғызды. Сен бүгін мына жерден кетпейсің деді көзі аларып. Таңданысым жасыра алмай отыра қалдым. Сол кезде үй сыртында дыбырлап сөйлескен 4 жігіт кіргенде әлгі коллегам шығып кетті. Олар маған жан-жағымнан сөйлеп мазақ қып бастады. Бұларың не жігіттер деймін, көзім бақырайып. Олардың мені тыңдайтын түрі жоқ. Онан сайын қарқылдап күліп, дөрекілікке басты. Соңына біреу маған жақындай түсіп, қапсыра құшақтап аймайлай бастады. Сонда ғана бір сұмдықтың болатынын біліп, қашып шығуға тырыссам, олар мені жібермеді. Соңында өтініш айтып жіберіңдерші деп жалына бастадым. Өздері ішіп пе, шегіп пе алған жігіттер мені тыңдасын ба, керісінше біреу келіп, сол жақ бетіне шапалақпен тартып жіберді. Сол жерде мұрттай ұшып шалқамнан түстім. Міне осымен бәрі бітті. Әрі қарай қауқарсыз жатқан маған тиісе бастады. Ол үйдің іші шағын ғана 3 бөлмеді. Басқа бөлмеге апарып, ағаш төсекке жатқызып, бірі қолымнан, бірі аяғымнан ұстап, киімдерімді шеше бастады. Қысқасы, олар мені кезекке кезек зорлады. Олар жерде бақырып жыласам да, жалынып жалбарынсам да, әуреленгендерін тоқтатпады. Мен сорлының сау жерімді қоймады. Күшке басып бәрін көрді. Былайша айтқанда зорланбаған жерім қалмады. Қайтейін, қалай қарсы тұрайын? Сомбалдай 4 жігіт. Мен ол кезде 12-ден бір гүл ашылмаған қыздығы бар гүл едім. Зорлық түге төсек дегеннің не екенін білмейтін кезім. Осылайша мен сорлы сұмдық зорлықтың құрбаны болдым. Соңында тояттап алған 4 малғын бөлмеден шыға бергенде 5-ші жігіт кіріп, ол бастады. Білмеймін, тап қазір есімде жоқ. Олар мені 3 сағаттай зорлаған шар.
Сонан соң қарсы бөлмеге өтіп есірткіге көшті. Өздерінше бақырып, ырқыл-жырқыл айқай-шу. Сол аралықта мына соңғыда шауасын тындырып шағып кетті. Қарап жатырмын, басқа бөлмеде өздері әңгіме айтып отыр. Мен сонда есеңгіріп біраз жатып, орнымнан тұрсам, анандай жерде жатқан үшкір пышақ көзіме түсті. Жай мен тәнтіректеп барып қолыма қысып алдым. Негізі, менің оларды пышақтаймын деген ойым болған жоқ. Бар ойлағаным мына үйден шығып кету ғана болатын. Алайда, адамның емес Алланың қалғаны болады дегені рас екен. Шығып бара жатқанымда көрген біреу теңселе басып жетіп алды. Қарасам, аяқ үстінде әрең тұр, қатты мас екен. Қолынан сытылып кетпекші болдым. Жібермеді. Керісінше әлгі бөлмеге қарай сүйреп, «Еще разок» дейді, тілі күрмеліп. Онан шортысын түсіріп, әне бәлесін шығарғанда тіпті қаным басыма шапты. Өйткені екі иығымнан күштеп басып отырғызып, «Мә, саған малғын» деп. Сол жерде судай шашыраған қан бөлменің ішін жуып кетті. Содан шығып есігін жаба салдым. Сөйтсем, сыртқа шығатын есікке сүйеніп тағы біреу тұр. Оның да мені жіберетін түрі жоқ. Жолымды бөгеп көлденең шыға берді. «Мә саған» деп мұның да жүрек тұсына тығып алдым. «Ах» деп барып кеудесін ұстап отыра кетті. Сол жерде есікті ашып жіберіп, қанша жөнелгім келген, алайда соңымнан жеткен тағы бір жігіт жабыса кетті. «Мә саған да керек болса, жіңішке жүзді өткір пышақ қойсын ба?» Қан бұрқ ете қалғанда ішін ұстап қашқан жігіт тәнтіректеп басып әлгі бөлмеге жетіп үлгерді. Сонда ғана мен олардан қашып құтыла алмасымды біліп шабуылға кештім. Әсте олар менің қолымда пышақ бар деп ойламаса керек, жан-жағымнан жабыса кетті. Тістеніп алғанмын. Жалаңаш жігіттердің бірінен соң біріне тығып ала бердім. Олар сонда көздері аларып бір-бірден құлай берді. Қысқасы, үш жігіт үш жерде сұлап жатты. Анау бөлмедегі тамағынан орғанып төртінші. Сонда тағы біреуі қайда? Оны тірі қалдырсам айтып қояр деген қорқыныш пайда болғанында мен сол бесінші жігітті іздей бастадым. Таптым, оны да таптым. Оннан тұра алмайды, удай мас, немесе шегіп алған төрдегі кереуетте жатты. Қолыма жалаңдаған пышағымды ұстап, жақындай бергенде көзі жәудіреп басын бұға берді. «Кешір қарындасым, кешір бір рет, тізерлеп отырып жалынамын» дейді, даусы дірілдеп. Өйткені ол қанға бөгіп домалап жатқан мыналарды көрді. Бір сұмдықтың болып жатқан іші сезді. Онан менің қолымдағы пышақты көргенде тіпті иман зәресі қалмады. Алайда қашайын десе аяқ қолында жан жоқ, қатты мас. Мен тоқта деп шырылдағанда, сен тоқтамадың ғой деп шашынан тартып басын қайырдым. Даусы қарлығып жылап біраз жалынды. Жоқ, мыналардың бәрі үнсіз қалды демек, олар өліп жатыр. Сонда жалғыз сені аман қалдыруға болмайды. Кешір, коллега. Мұндай сорақылықты мен сенен күтпеген едім. Осыны ұйымдастырған сенсің, маған қолың жетпейтінін біліп әдейі жасадың деп жауырына мініп алып, шашын онан сайын тарттым. Сонда қатты қорыққан жігіт, кешірші мені» деп айтуға да шамасы болмады. Шамасы емес, уақыты болмады. Онан әрі қорылға басты, себебі тамағынан орып жіберіп қоя бергенінде. Қаны тамағын ұстап тұра қашты. Бірақ үйден шығып кете алмай, табалдырыққа жетіп құлады. Сонда ғана мен бейбақ өзімнің не істеп қойғанымды біліп қаша жөнелдім. Содан үйге жетіп, жуынып, шайынып, қан тамған киімдерімді жасырып, айғақтың бәріне құтылуға тырыстым. Осылайша 3 күн үреймен үйімнен шықпай жатып алдым. Сондағы қорыққаным сонша, есік алдына шықсам полиция аңдып тұрғандай көрінеді.
Алайда үн-түнсіз жатқанымды білген әке, шешем қоңырау соғып хал сұрап бастады. Үйдемін, бәрі жақсы деймін анама. Онан қоңырау соққан әкеме де соны сөзді айттым. Бәрі жақсы болса да, жұмысыңа шықсайшы, сені таппай менен сұрап жатыр ғой дейді әкем. Жарайды пап, ертең шығамын деп алдай қоя салдым. Бірақ оның ертесіне де жұмысқа бармадым. Қалай барайын, біздің полиция дабыл қағып шуласып жатты. Бұл менің зәремді алып, онан сайын қорқытты. Соңында полицияға барып өзім берілдім. Мұны естігенде таныстарының бәрінің төбелерінен жай түсіп, өз көздеріне өздері сенбей қалған болған, қай жерде болған деп өз ара сыбырласып сұрасып жатты. Әрі қарай тергеуге амалдары басталды. Сонда ғана мен сорлы істің мән жайын анық түсінгендей болдым. Қолыма кісен салып, әлгі дачаға апарғанда бірі шалқайып, бірі бүк түсіп жатқандардың манекендерін бормен қоршап сызып қойыпты. Бәрі көз алдымдағындай қаз қалпында. Оны көргенде бірме-бір ұстап бауыздағандарым есіме түсіп, сол жерде бәрін мойындадым. Сонда да мені тәнімнен табылған зорлық белгілері, төменімнен табылған әр түрлі жігіттің шауқаттары құтқара алмады. Сот үкіммен 5 жылда арқалап кете бардым. Сотқа келген туған туыстары мен әке-шешем көз жастарын көл қылып артымда қала берді. Бірақ әрі-бері жүгірген әкем ақша тығып 5 жылды 3 жылға ауыстырды. Сөйтіп жүргенде 3 жыл өтіп бостандыққа шықтым. Сонан соң жұмысқа баруға бет жоқ, әкемнен ақша алып сұлулық салонын аштым. Қысқасы, мен бейбақ жасым 22-ге келмей жатып, мына өмірдің ащысын да, тәттісін де көрдім. Алайда, жасың біразға келді ғой қызым, жөні түзу жігіт жолықса бас қос, басың екеу болмай, малың екеу болмайды деп анам сыбырлай берді. Оларға жеңгелерім мен құрбыларым қосылды. Сөйтіп жан-жағымнан шулап жүріп, біраз жігітпен таныстырды. Бірақ мен қайтейін, жүрегімнен жігіттерге деген өшпенділік кетпей қойды. Сол үгін олардың ешбірімен жараса алмадым. Жасым болса кетіп бара жатыр. Күнделікті қалаған уақытымда жұмысыма барып келемін. Сонан соң түні мен жалғыздық жолдасым, жастығым сырласым болады. Соңғы кездері ұйықтап жатып шошып оянатын болдым.